Абай Құнанбайұлы 38-ші қара сөздің жалғасы. Мен мұнда сіздерге төртеуін білдіремін. Оның екеуі ғылым, құдірет, 8 сипаттан қалған атауы бұларға шарық. Ол алтауының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым, құдіретті сипаты бірлен сипаттадық. Бұл бірле бәрлі ғылым, құдірет олу да боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым, құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғыл өзі ол ирада. Ғылымдың бір сипаты кәлем, яғни сөйлеуші деген сөз қарымсыз, дауыссыз болушы ма еді. Алланың сөзі қарымсыз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылыпсыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіреті, және басқа сәмми, яғни көрші, естуші деген. Алла тағаланы көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі тәквин, бірі яғни барлыққа келтіретұғшы деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса, Алла тағаланың сипаты өзіндей қадым, хәм әзәли, хәм әбди болады да, хәмиша барлыққа келтіруде босанбаса, бір сипатынан үлкен я кіші боларға жарамайды. Олай болғанды ғылым, құдірет сипаттары секілді босанбай, әр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес, оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарық. Бұл ғылым, құдірет екі сипат бірлен 8 сипат бұзылмасынан түгел болады. Ол 8 сипат бұл ғылым, құдіретті еш нәрсіз, не хаятсыз ғылымында ғафлет құдіретіне